Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін гүлдерге арналған керемет бір тыңайтқыш дайындаймыз. Бұл тыңайтқыштың гүлдерге екі пайдасы бар. Бір жағынан гүлдерге жақсы энергия болса, тамырының дамуына, өсуіне керемет энергия берсе, ал екінші жағынан топырақтағы гүлдегі зиянкестерді қуады. Себебі құрамында зиянкестерге қарсы тұратын көптеген минералды заттар бар. Сол себептен осы тыңайтқыштың қалай дайындалу жолын көрсеткелі отырмын. Ал енді сіздер мына коланы көріп қорқып отырған шығарсыздар. Бірақ біз осы коладан дайындаймыз. Коланы жалғыз біз өзімізге ғана тұтынып қоймай, гүлдерге де пайдалансақ болады екен. Себебі оның құрамында сол гүлдерге беретін көптеген пайдалы заттар бар, және сол гүлдегі зиянкесті қуатын да пайдалы заттар бар құрамында. Қазір қалай дайындау керек, қалай береміз, қандай пайдасы бар, жаңағы зиянкестерді қандай заттар құрамында, қандай заттар қуады. Барлығын айтатын боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Қоңыраушаны қосып қойсаңыздар, менің дәл осындай видеоларымды, пайдалы видеоларымды өткізбей көретін боласыздар. Негізінде каналды ашып қарасаңыздар, зиянкестерге қарсы көптеген видеолар бар. Дәл сол видеодағыдай жасасаңыздар, гүлдеріңіздегі зиянкестерден құтылуға болады. Маған көрермендерім жазып жатады, гүлдеріме зиянкес түсті, не болмаса осындай сыйлыққа гүл келді, ода зиянкес бар екен, енді басқа гүлдеріме де жұғып жатыр деп маған жазып жатады. Ал енді мен WhatsApp нөмірімді осы YouTube'дан тауып алып хабарласады. Бірақ мен ол WhatsAppқа хабарласқанда, мен ол жерде уже ақылы ақпарат беремін. Қазіргі заманда ешқандай ақпарат тегін жүрмейді ғой, сол себептен бұл да менің жұмысым болғандықтан ақылы түрде ақпарат беремін. Ал енді егерде сіздер ақылы түрде ақпарат алғыларыңыз келмесе, осы каналда тегін барлық видео көрініп тұр. Түсінікті айтылған деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер комментариядан сұрасаңыздар болады. Гүлдерге біз тыңайтқышты қай уақытта береміз? Тыңайтқышты көктем айларынан бастап, күз, қазан, қараша айларына шейін берсек болады. Бірақ оның да өзінің орны бар, оның да өзінің жөні бар. Мысалы, мен тыңайтқыш бердім, болды гүлім менің бірдестен өсіп кетеді деген сөз емес. Ол өзі апта, 2 апта, 3 апта өткен екен, сіздің сол берген тыңайтқышыңызға өзінің реакциясын көрсетеді. Не жаңа сабақ ашады, не болмаса жаңа жапырақ ашады, не болмаса жаңа бутон ашады. Енді ол сіздің берген тыңайтқышыңыздың құрамындағы макро-микро элементтерге байланысты және оның құрамындағы витаминдерге байланысты реакция береді. Ал сол үшін біз үнемі бір тыңайтқышты пайдалана беруге болмайды. Және жаңадан жаңа топыраққа отырған гүлге, жаңа топыраққа отырған гүлге, мысалы, жаңа топырақта құнар көп болады. Сол себептен оған тыңайтқыштың керегі жоқ. Жоқ дегенде 3 ай, 4 айға шейін тыңайтқыш бермеңіздер. Көп мен көрермендерім осы мен тыңайтқыш шығарамын, түрлі тыңайтқыштар қолдан жасайды, мысалы үйде жасалатын тыңайтқыштар туралы видеолар бар, соны көріп алады да гүлдерге береді. Ал негізі жаңадан жаңа құнары көп топыраққа отырғызылған гүлге тыңайтқыштың керегі жоқ. Ол уже перебор болып кетеді, сіз құйған сайын. Себебі оның ішіндегі топырақтың ішіндегі құнары оған жеткілікті болғандықтан, сіз құйған тыңайтқыш оған артық болады. Сөйтіп сіз гүлге зиян келтіресіз. Сол үшін қандай гүлге тыңайтқыш беру керек, қандай гүлге тыңайтқыш бермеу керек, бәрін менің каналымда бар. Сондай ақпараттарды біліп алып беру керек. Және де топырақтың қоспаларына керек нәрсені қосыңыздар. Өздеріңіз білетін, танитын, қосуға болатын заттарды қосыңыздар. Топыраққа қосуға болмайтын, өзіңіз түсінбейтін, білмейтін минералды заттарды, жаңағы тыңайтқыштарды қоспаңыздар. Себебі сіз оны білмейсіз, ертең гүліңізді өлтіріп қоюы мүмкін.
Менің де сол бір-екі көрермендерім білместіктен сондай заттар қосқан. Енді гүлдері ауырып, жаңағы жағдайлары нашарлап жатыр. Гүлдер өзінің топырағындағы құнарлы жаңағы әдейілеп шығарады ғой. Керекті құнар қосып, керекті қылып дұрыстап жаңағы гүлге арнап шығарады. Ал енді даладағы бау-бақшаға бөлек топырақ шығарады. Олардың құнары мүлдем басқаша болады, састап басқаша болады оларда. Ал үйдегі гүлдер ол топыраққа отыра алмайды. Ол топырақта өсе алмай қалуы мүмкін. Өсіп кетуі де мүмкін, бірақ өспейтін де түрлері бар. Өліп қалуы да мүмкін. Сол себептен білмесеңіз, ондай нәрселер жасамаңыздар. Бірінші көріп, зерттеп, ақпараттардың бәрін ашып, көріп, біліп алыңыздар. Содан кейін ғана қолданыңыздар. Ал енді маған айтатын шығарсыздар, сенің де каналыңда жаңағы көптеген минералды заттар, осы қолдан жасалатын тыңайтқыштар бар ғой деп. Олардың ешқандай гүлге зияны жоқ. Егер де дәл сіз мен айтқандай жасайтын болсаңыз, оның ешқандай гүлге зияны жоқ. Қандай тыңайтқыш бермесеңіз, алдымен гүлді суғарып аласыз. Бір күн бұрын суғарып алсаңыз тіптен жақсы. Егер де гүліңізге сондай қатты қамқор, қатты жанашыр, сондай гүлді қатты жақсы көретін болсаңыз, сіз оны істейсіз. Ал енді немқұрайлы қарайтын болсаңыз, енді оны екінің бірі істемеуі мүмкін да. Әкеліп сразу тыңайтқышты құя салуы мүмкін. Ондай кезде тыңайтқыш гүлге зиян тигізеді. Сол себептен гүлді бір күн бұрын суғарып аласыз. Екінші күні жаңағы тыңайтқышты дайындап бересіз. Ол тыңайтқышты сақтауға болатын тыңайтқыштар бар. Вот сақтауға болмайтын тыңайтқыштар бар. Сақтауға болмайтын тыңайтқыштарды бірден гүлдерге құйып тастайсыз. Артылғанын даладағы бау-бақшаға құйсаңыз ешқандай зияны жоқ. Даладағы бау-бақшадағы олардың тамырлары жақсы болады, тамырлары жақсы дамиды. Ал біздің үйдегі гүлдердің тамырлары нәзік болады, және бұлардың тамырлары жабық ыдыста тұрады. Сол себептен шіруге де бейім болады, және көп нәрселерге, көп сондай тыңайтқыштарға күйіп кетуі мүмкін. Сол себептен дәл қалай айтылды осы видеоларда, солай дайындап берсеңіздер болады. 3 аптада бір рет бересіз, не болмаса айына бір рет тыңайтқыш берсеңіз жеткілікті. Егер де гүлдеп тұрған гүлдеріңіз болса, 2 аптада берсеңіз болады. Себебі гүлдеп тұрған гүлдерге бізге күш көбірек керек. Біз қалай тыңайтқыш жасаймыз? Коланың құрамында ортофосфор болады. Ол ортофосфор қышқылы өсімдіктердің тамырының дамуына, фосфор береді ғой, енді фосфор бергеннен гүлдің тамырының дамуына жақсы көмектеседі. Біздің гүліміздің тамыры неғұрлым жақсы дамыса, жоғары қарай жақсы өседі. Ал сол құрамда сол ортофосфор топырақтағы зиянкестерді қуады. Себебі ол зиянкестер сол ортофосфорды ұнатпайды. Одан кейін біздің коламыздың құрамында кофеин бар. Ол кофеин де сол зиянкестер ұнатпайды оны. Жақтырмайды, сөйтіп зиянкестер сіздің гүліңіздің топырағынан қашады, не болмаса сол топыраққа жақындамайды, түспейді. Көбінше гүлге зиянкес түскен кезде кейбір зиянкестер гүлдің топырағында тіршілік жасайды. Сол жерде көбейеді, сол жерде жұмыртқалайды. Ал енді бұл кофеин, ортофосфор бұл біздің гүлімізге өте пайдалы. Енді сіздер менен жақсы білесіздер, қандай болмасын осындай тәтті сулардың құрамында қант көзі өте көп болады. Қант деген бұл энергия көзі болып табылады. Сол энергия көзі біздің кәдімгі осы үйдегі гүлдерімізге де өте пайдалы екен. Егер де сіздер дәл осы тыңайтқышты далада гүлдерге бергілеріңіз келсе, кәдімгі 1 литр коланы 10 литр суға араластырып, газы шығып кеткенше 1-2 сағат тұндырып, сөйтіп газы әбден шығып кеткеннен кейін кәдімгідей гүлдердің топырағына құйып шықсаңыздар болады. Ал үйдегі гүлдерге дайындау жолы 100 грамм коланы аласыз, 1 литр суға араластырасыз. 1 литр суға араластырғаннан кейін ол да 1-2 сағат тұру керек. Арасында қайта-қайта қозғап тұрыңыз, себебі газымыз ұшып кету керек. Бұлардың құрамында газ болады ғой, сол газ ұшып кету керек. Газы ұшып кеткеннен кейін кәдімгідей гүлдердің топырағына құйсаңыз болады. Айына 1 рет пайдаланасыз, бірақ жаңағыдай
бір күн бұрын гүлді суғарып аласыз, не болмаса 2-3 сағат бұрын гүлдің топырағына су құйып қоясыз. Ол топыраққа сіңгеннен кейін 1-2 сағаттан кейін дәл осындай тыңайтқыштарды бере берсеңіздер болады. Сол кезде гүлге ешқандай зияны тимейді. Гүліңіз өзіне керекті энергиялық заттарды, тыңайтқыштарды өзіне сорып, өсу процесі жақсарады, иммунитеті күшейеді, онша-мұнша ауруларға қарсы тұратын болады. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияда сұрасаңыздар болады. Каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар.